Пайғамбарымыз мынандай бір керемет өсиет айтады. Ей адамдар, амалдарыңды шамаларың келгенше істеңдер дейді. Және де біліңдер, сендер Алладан теріс бұрылмайынша, Алла сендерден теріс бұрылмайды. Және де амалдардың ең сүйкімдісі Аллаға аз болса да тұрақты болғаны дейді. Бұл хадистен не түсінеміз? Шамаларың келгенше істеңдер деген. Дінде өзі амал көп, істейтін жақсылық көп, оқитын намаздардың бірнешеуі бар, орындалатын зікірлердің де көбісі бар. Бірақ сіз оның барлығын бірден істеп кете алмайсыз. Сол үшін пайғамбар айтады, әркім әртүрлі жұмыс жасайды ғой енді. Сол кімнің шамасы неге жетеді, соны істесін. Аздай болса істесін, үзбесін. Сол үшін хадистің соңында не деді? Аздай болса, тұрақты болған амал Аллаға сүйкімді деді. Сол үшін кішкентай болса да, бірақ тұрақты. Және де қандай сөз айтып тұр? Алла сендерден теріс бұрылмайды дейді. Сендер теріс болып кетпейінше. Біздің шамамыз келгенше жасайтын кішкентай ғана жақсылығымыздың өзі нені білдіртеді? Біздің Құдайдың мейірімінен, рахымынан үмітіміздің бар екенін білдіртеді. Сол үміт, сол кішкентай амал бар ма? Демек біз Құдайдан әлі теріс бұрылған жоқпыз. Демек Құдай да бізден теріс бұрылып кетпейді. Осы секілді хадистерді сізде білгіңіз келсе, оқығыңыз келсе, өзгелерге жеткізгіңіз келсе, астына өтіп 7 санын жазыңыз.